Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған есептерді шығарудамыз. Бізде келесі төртінші есепте берілген есеп мәтін есеп. Берілгені белгісіз санның 2-ден 1 бөлігінен 5-ті шегеретін болсақ, шыққан санды 20-ға көбейтсек, мәні 10-ға тең. Осы белгісіз санды табуымыз қажет. Олай болса, есептің шарты бойынша теңдеуін жазайық. Белгісіз санды x деп алсақ, осы x санның 2-ден 1 бөлігі, яғни көбейтеміз 2-ден 1-ге. Осы көбейтіндіден азайтамыз 5-ті, яғни шегереміз 5-ті. Осыдан шыққан санды көбейтеміз 20-ға. Тең болады 10-ға. Белгісіз санды табуымыз қажет. Олай болса, x-ті 2-ден 1-ге көбейтсек, ол бізде x бөлінген 2. Минус 5. Тең болады 10-ды бөлеміз 20-ға, ол тең 2-ден 1-ге. Сонда x-тің 2-ге қатынасы тең болады 2-ден 1-ге қосамыз 5-ті. Ол тең болады x-тің 2-ге қатынасы тең 5,2-ден 1. Енді аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырсақ, x-тің 2-ге қатынасы тең болады 2-ден 11-ге. Олай болса, бөлімдері бірдей, онда x-тің мәні тең болады 11-ге. Сонда 11-ді 2-ге бөлетін болсақ 5,5. Оны азайтсақ 5-ті 0,5 қалады. Ал оны 20-ға көбейтсек 10-ға тең. Келесі, 5-ші тапсырмада суретте көрсетілген нүктелер жиынының теңдеуін, қанағаттандыратын теңдеуін жазуымыз қажет. Берілгені бізде y осі бойынша 0-де 1 нүктесінде қиылысатын түзу сызық. Және ол түзуіміз OX осіне параллель. Олай болса, бұл түзудің өзі y тең 1 түзуі. Бірақ бізге осы түзудің жоғарғы жағы берілгендіктен және түзуіміз үзік болғандықтан теңсіздік. Яғни y пен 1-дің арасында теңсіздіктердің бір таңбасы тұру керек. Ол бізде үлкен кіші немесе үлкен немесе тең, кіші немесе тең таңбасы. Олай болса, берілген түзуіміздің өз үзік болғандықтан бола алады тек қатаң теңсіздік қана. Олай болса, және бізде берілген нүктелер жиыны осы түзудің жоғарғы жағы болса, бұл жерде y-тің қабылдайтын мәндері оң сандар, яғни y-тің мәні үлкен, 1-мен салыстырғанда. Олай болса, y-тің мәні 1-ден үлкен болатындай теңсіздік, y үлкен 1 болады. Сонда осы теңсіздік берілген суреттегі нүктелер жиынының шешімі болып табылады. Келесі 6-шы есепке қарастырсақ, бізге берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімін табуымыз қажет. Берілген теңсіздіктердің біреуі логарифмдік функция болғандықтан, бұл бізде логарифмдік теңсіздіктер жүйесі деп аталады. Алдымен берілген бірінші теңсіздіктің екі жақ бөлігінге логарифмге келтіреміз. Сонда логарифм 3-ден 1 негіздегі x минус 4 кіші 0-ге. 0-ге 1-ді көбейтем, 1-дің орнына логарифм негізі 3-ден 1 негіздегі 3-ден 1 деп жазсам, ештеңе өзгермейді. Өйткені бұл өрнектің мәні 1-ге тең, 1-ді 0-ге көбейтсем, бәрібір 0. Бірақ 0-ді біз логарифмнің қасиеті бойынша 3-ден 1-дің дәрежесіне жібереміз. Сонда бізде логарифм 3-ден 1 негіздегі x минус 4 кіші болады логарифм 3-ден 1 негіздегі 3-ден 1-дің 0 дәрежесі 1-ді береді. Енді бұл жерде логарифм негізі 3-ден 1, 0 мен 1-дің арасында болған ескереміз. Яғни негізі 3-ден 1, 0-ден үлкен, бірақ 1-ден кіші болғанда логарифмдік теңсіздікте логарифм астындағы өрнектер x минус 4 пен 1-ді салыстырғанда арасындағы теңсіздік таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысады. Және ескеруіміз керек, логарифм астындағы белгісіз айнымалы тұрған функцияның өзі үлкен болу керек 0-ден. Сонда x минус 4 үлкен болу керек 0-ден, және x минус 4 1-мен салыстырғанда логарифм негізі 3-ден 1, 0 мен 1-дің арасында болғандықтан теңсіздік кіші деген таңба керісінше үлкен таңбаға ауысады. Және бізде логарифмдік берілген теңсіздіктер жүйесінде 2x плюс 3 үлкен не тең 0 теңсіздігін ескереміз. 2x плюс 3
үлкен не тең 0-ден. Сонда осы үш қарапайым теңістіктер жүйесін қанағаттандыратын шешім берілген логарифмдік теңістіктің шешімі болады. Олай болса, бірінші теңістікте x-тің мәні үлкен 4-тен, екінші теңістікте x-тің мәні үлкен 5-тен, ал үшінші теңістікте 2x үлкен не тең 3-тен және x үлкен не тең -1,5-тен болады. Енді осылардың әрқайсына координаталық түзуді мына аралыққа салатын болсам, бізде x бар, 3 координаталық түзуді белгілеп көрсетеміз. Сонда бізде 4, 5 және -1,5 бар. -1,5 бәрінен кіші және теңістік қатаң емес. Екіншісінде 5 бар, аралыққа кірмейтін, және 4 бар. Бірінші теңістікте x үлкен 4-тен, шешімі 4-тен плюс x-тікке дейін. Екінші теңістікте x үлкен 5-тен, яғни 5-тен плюс x-тікке дейін. Үшінші теңістікте x үлкен не тең -1,5-ке дейін, яғни -1,5-тен бастап плюс x-тікке дейін берілген теңістіктің шешімі болады. Осы үш аралықта қанағаттандыратын аралық бар, ол 5-тен плюс x-тікке дейін. Яғни жауабы болады 5 аралыққа кірмейді, 5-тен плюс x-тік. Немесе жауабын аралық түрінде жазып көрсетуге болады, немесе теңістік түрінде, ол бізде x үлкен 5-тен. Біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.